Сәлем менің YouTube көрермендерім. Бүгін тізе шеміршегі жиірілгенге, варикоз кезінде және аяқтағы нерв талшықтары суықтағанда қолданылатын тізеге арналған халықтық кремді қалай дайындап, қалай пайдалану керектігін толық көрсетемін. Алдымен тізеге арналған кремді дайындаймыз. Бір ыдысқа бір дана үй жұмыртқасын саламыз. Оған бір ас қасық таза іләжі барынша жантақтың балын қосамыз. Сосын 9%, ең төмен пайыздық уксус қосамыз. Қараңыздар, мен негізі кішкентай қасықпен 2 қасық қосылады. Мен оның қақпағымен салып тұрмын, 2 қасық саламыз. Содан соң үлкен қасықпен 1 ас қасық қара бұрыш қосамыз. Қара бұрышты білесіздер неге пайдалы екен? Ұзақ уақыттан бері аяқ қақсап жүрген, кәдімгідей аяқтан суық өткенге мына қара бұрыш өте жақсы. Қандар қоюланып қалғанға да өте жақсы пайдасын береді. Барлығын жақсылап араластырып, бір текті крем дайындап аламыз. Қараңыздар, сондай бір әдемі крем болайын деп тұр. Жақпа май есебінде де өте бір әдемі апара болайын деп тұр. Қараңыздар, жақсылап. Жұмыртқа негізі білесіздер, ұзақ уақыттан бері келатқан емдік қасиетке ие. Жұмыртқаның сарысы, әсіресе жұмыртқаның сарысы кәдімгідей суықтарды алады бұл. Мен өзім кәдімгідей бұл қолданып көрген заттарымды сіздерге шығарып отырмын. Енді бұны істеуден алдын, бұны біраз бір-бірімен бірігіп тұрғаннан кейін, бірігіп болғаннан кейін қараңыздар, жақсылап бұл қандай әдемі көрініске келді. Бұл 20 минуттай, жарты сағаттай тұрады. Кәдімгідей бұл күш беру үшін, бір-бірімен араласу үшін. Кейін аяқты жақсылап ванна қыламыз. Ол ваннаға 10 литр су, сосын қара бұрыштан 2 қасық саламыз. Суымыз неге қап-қара деп ойлап тұрған шығарсыздар, Сосын бұл кәдімгідей аяқ өзі қып-қызыл болып пісіп қалды, қараңыздар. Іләжі барынша 1 шелек суға 1 шелек суымыз 10 литр су болады, Ыстық суға 2 қасық қара бұрыш салып, дәл осыны дайындаймыз. Бұл тізе шеміршегіне өте керемет. Варикозға, аяқтың басынан бастап, басынан деп қой, ұшынан бастап кәдімгідей жаңағы кремімізді, жақпамайымызды жағып келеміз. Енді қараңыздар, ваннадан кейін аяқтарды таза сүлгімен сүртіп алып, жаңағы айтқанымдай, содан кейін жаңа дайындаған тізеге арналған кремді тізеге жағып, массаж жасап аламыз бірінші очередте. Қараңыздар қалай, тізені жақсылап істейміз. Массажды шамамен 5-7 минут бойы асықпай жасаймыз. Қатты баспай, жеңіл ұстау маңызды. Біз массажды тек тізеге емес, аяқтың ұшына дейін созып жасаймыз. Осылай крем жақсы сіңіп, тізе мен аяқтың барлық бөлігінде қан айналымы жақсарады. Сезесіз бе, тізе мен аяқ жылынып, жеңілдік пайда болады. Бұл әрекет варикозбен күресіп, аяқтағы ауырлық сезімін азайтуға көмектеседі. Шеміршек жұмсарады, нерв талшықтары сергиді. Массажда асықпай әрбір қозғалысты сезіп орындаңыз. Екінші тізеге де дәл солай қайталаймыз. Көріп тұрғандарыңызда, Одан кейін тізені пешовой пакетпен орап, үстіне, қараңыздар, үстіне көріп алыңыздар, жақсылап бірінші. Кәдімгідей, бұл мысалға, бұл сіздер ойламаңыздар, бұл 1 сағаттан кейін 2 сағаттан шешіп тастаймын деп. Іләжі барынша бұны кешкі уақытта жасаймыз. Аяқты негізі ванна қылған кезде де, ыстық суға салған кезде негізі кешкі уақытта жасалады ғой. Аяқты дәл осылай ванна қылып алып,
кешке дайындағанымызды азанғы уақытта шешуге әрекет жасайық. Бұл кәдімгідей ешқандай қорықпаңыздар. Уксусымыз, қосқан уксусымыз 9%, ешқандай аяққа ешқандай да зияны жоқ. Пайдалы болады. Керісінше өте керемет болады. Аяғын сондай жеңілдік сезінеді. Әсіресе климакс кезінде әйелдерде де, еркектерде де климакс болады деп мен видео салған ғой ютубқа. Әйелде де, еркектерде де барлығына осылай бірдей жасай беріңіз. Кәдімгідей ауырлық, осы қыстың кезінде аяғым ауырып жатыр деп, сондай шығады. Сондай кездерде кәдімгідей дәл осылай қылып жеңіл уқалап осылай жасай беріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, бұның ешқандай да қиыншылығы жоқ. Үй жағдайында жасалатынды мен айтып отырмын. Үй жағдайында жасайсыз. Мен қазір бұны кешке, мен өз жұмыстан кешкі сағат 8-де шығып кетем. Апа келіп, мен сен жұмысыңа жасата салайыншы деп келген соң, мен сіздерге әрі жасап, әрі видеоны толықтай көрсетіп отырмын. Міне көріп тұрғандарыңыздай пищевой пакетпен орап тастаймыз. Барлық жеріні пищевой пакетпен ораймыз. Ешқандай ашық жері қалмау керек. Біздер бастадық, тізеден аяқтың ұшына дейін. Қараңыздар. Кереметтей болады. Кереметтей аяқ жеңілдейді. Бұл әдісті тұрақты қолданғанда тізе мен аяқта жеңілдік, жылулық сезілуі мүмкін. Аяқтағы ауырлық азайып, қан тамырлар кәдімгідей сергектенеді. Тағы бір ескертіп кетейін. Бұл халықтық тәсіл. Әр адамның ағзасы әртүрлі болғандықтан әсері де әрқалай. Біреуге тез әсер етеді, біреуге жай әсер етеді. Егер суық кәдімгідей өтіп кеткен болса, жаймен әсер етеді. Үйде оңай қолданылады негізі. Егер қаласаңыз, мен бұдан да керемет видеоларды саламын. Маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қараңыздар, сіздерге пайдасы тисе мен қатты қуанамын. Ем болсын. Ешқандай апаларымыз, аталарымыз ауырмасын. Көбінесе бұндай жағдайда апаларымыз, аталарымыз ауырады. Мұны аяқтың ұшын көріп тұрғандарыңызды әлі де қызып тұр. Жаңағы мен айттым ғой, бұрыш суға ванна қылу керек деп, бұрыш суға ванна қылу керек деген себебім, мұны аяқтың ұшындағы көбінесе аяғымның несі, табаны мұздап қала береді дейді ғой, соған бола мен бұрыш су істедім. Варикоздарға да жақсы ол. Қан тамырлар, көбінесе аяғым үйіп қалады, жүрген кезінде аяғым тартылып қалады, дейді ғой. Тура сол кісілерге мұнау айтып жатқан тәсілдеріміз өте керемет пайдасын береді. Бұл істеп жатқан заттарымызда жаңағы бір дәні үйдің жұмыртқасы, 2 қасық, жаңағы үлкен қасықпен бұрыш дедім ғой, бұрыш, сосын 9%-лық уксус, сонымен таза жантақ балы дедім, Солар мысалға, ол әрбір үйде болатын заттар. Әрбір үйде болатын заттар. Қараңыздар, тура осылай екінші аяққа да. Мен сіздерге айтып өтейін, тағы бір ескертуім. Бұны кешке уақытта істеп, азанғы уақытта, иләжі барынша азанғы уақытта шешіп аламыз. Бұл азанғы уақытта шешіп алған кездеріңізде бар ғой, сондай бір аяқ жеңілдейді, сосын ешқандай да не қалмайды. Бір бұрыштың несі, бір аяққа жабысып қалады ғой бал, ондай болмайды. Кәдімгідей жеңілденіп, мен өзім қанша апаларға, аталарға жасап жатқан тәсіл құпияларымды, дәл осындай массаждарымды сіздерге айтып отырмын. Бұл массажды негізі тура осы кремді, жақпамайымызды қалай не аламыз? Бір аптада бір рет істесек жеткілікті, күнделікті жасамаймыз. Бір жасағаныңыздың өзі кәдімгідей адамды сергетеді. Ал сау болыңыздар.